Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Ахмет Саят. Сіздермен бүгін алдыңғы сабақта канал ашуды үйренсек, ендігі сабақ бізде группа ашуды және де чат ашуды үйренетін боламыз. Енді чатты ашу үшін сол баяғы ең төменгі оң жағындағы қаламшаны басамыз. Создать группу. Группада қосасыздар. Мысалы мен бұрынғыдай өзімді қосам. Сосын группаның атын жазасыздар. Мысалы оқығандар. Оқығандар деп қоямын да. Так. Оқығандар деп әйтеуір бір суретті қоя салайын. Мына суретті қоя салайын. Инстаграмда оқығандар деп түсінетін болсын. Мына жақта смайлик қоюға болады. Болды, бізде ашылды. Енді группаның ішін көрсетіп кетейін. Группада сіздер опрос жасай аласыздар. Опрос, яғни айтқанда, сен келесің ба, келмейсің ба, кім естіп тұр, жауап берсін деген сияқты. Мысалы сіздердің көздеріңізді істей салайын. Мінекей. Таңдайды. Сосын ішінде өзіңіз өзгерте аласыз, админсіз. Burada админ қойып қойсаңыз болады. Админ қылдық. Решение. Бұл жақта адамдардың жазбайтын қойып қойсаңыз болады. Бәрін өзіңіз білесіз. Участниктерді қоса берсеңіз болады, былай. Басып тастасаңыз қоса береді. Ал сілтемесін алу үшін мына жақтан кіріп, копировать сілтеме. Копировать ссылку деп тұр, соны бассаңыз сілтеме алынады. Сіздермен болған Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға көп рахмет.